Атырау облысында толдыр жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалардың құқығы аяққа тапталды. Атап айтқанда алименттер мен өзге де өтемақылардың уақытында төленбеуі, жетім балалардың пәтер кезегіне тұра алмауы секілді заң бұзушылықтар жиі кездеседі. Арнайы тексеру кезінде осындай өрескел кемшіліктерді анықтаған прокуратура органдары бірнеше мемлекеттік мекеме өкілдерін тәртіпке шақырды. Атырауда жетімдердің көз жасын көлетпеген жауапты мекеме сірә қалмаған секілді. Олардың қатарында білім басқармасы мен денсаулық сақтау басқармасы, тіпті әлеуметтік қорғау мекемесі де бар. Бір ғана алименттің қарызы 15 миллион теңгеден асса, 54 баланың құқы мүлде ұмыт қалған. Өтемақылар да уақытында төленбейді. 15 қамқоршыға 2013 жылдан барлығы миллион жарымға жуық қаржы төленбегені, ал өз кезегінде 42 қамқоршыға заң талабына қайшы 27 миллионға жуық теңге қаржы заңсыз төленген. Тұрғын үйге мұқтаж балалардың кезекке қою тәртібін тексерумен күні бүгінге 62 бала тұрғын үй кезегіне қойылмау фактісі анықталды. Мемлекет жетім өскен балаларды кәмелетке толған соңда далада қалдырған емес. Олар мемлекеттік тұрғын үй кезегіне тұруға құқылы. Алайда бұл заңдылықта Атырау облысында өрескел бұзылып келген. Ол бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Жетім балаларды тұрғын үй кезегіне тұрғызу, қорғаншылық қамқоршылықтағы балаларды орналастыру, олардың жәрдемақысын төлеу, жетім ата-ана қамқорлығынсыз қалған интернат балалар үйіндегі балалардың ата-аналарынан алимент талап ету. Сол жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осылайша құзырлы мекеме өкілдері қалың ұйқыларынан ояна бастағандай. Жағдай жуық арада қалпына келтіріледі деген сенім бар. Дегенмен прокурорлар барлық олқылықтың орны толтырылмайынша жіті бақылауда ұстайтындықтарын мәлім етті. Атырау облысынан Бекен Әлирахым, Темірлан Сұлтанғазы.